Сәлеметсіздер ме балалар? Тікбұрыштық координаталар жүйесі туралы ұғымымызды тереңдетейік. Тікбұрыштық координаталар жүйесі дегеніміз не? Тікбұрыштық координаталар жүйесі дегеніміз OX координаталық түзуі мен OY координаталық түзуінің өзара перпендикуляр қиылысуынан пайда болған жазықтықты тікбұрыштық координаталар жүйесі деп атаймыз. Тікбұрыштық координаталар жүйесі жазықтықты 4 бөлікке бөледі. Бірінші ширек, екінші ширек, үшінші ширек, төртінші ширек. Әр ширекте жататын нүктелердің таңбасы әртүрлі болады. Бірінші ширекте жатқан нүктенің таңбалары x, y-гі оң мәнді қабылдайды. Екінші ширекте жатқан нүктенің таңбалары x теріс, y-гі оң мәнді қабылдайды. Үшінші ширекте жатқан нүктенің координаталары x де теріс, y-гі де теріс мәнді қабылдайды. Төртінші ширекте жатқан нүктенің мәндері x оң, y-гі теріс болады. OX өсі тікбұрыштық координаталар жүйесінде абсцисса өсі деп аталады. OY өсі тікбұрыштық координаталар жүйесінде ординаталар өсі деп аталады. Өстердің қиылысу нүктесі координаталар басы деп аталады. Оның координатасы 0-де 0 болады. 0 нүктесінің оң жағындағы OX өсінің оң мәндері орналасады. 0 нүктесінің сол жағында x-тің теріс мәндері орналасады. 0 нүктесінің жоғарғы жағында y-тің оң мәндері, 0 нүктесінің төменгі жағында y-тің теріс мәндері орналасады. Енді кез келген нүктенің координатасын табайық. Яғни, бір нүктені алатын болсақ, осы нүктенің координатасын табу үшін алдымен OX өсіне перпендикуляр түсіреміз. X-тің мәні 3. Осы нүктеден Y өсіне перпендикуляр түсіретін болсақ, Y-тің мәні 3. Демек, біз іздеп отырған A нүктесінің координатасы 3-де 3. Таңбасы оң. Себебі олар бірінші ширекте орналасқан нүкте.